Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін бізде практикалық жұмыс жасанды интеллект түрлерін пайдаланып, нақтылы сабақ тақырыбына қажетті материалдар әзірлейтін боламыз. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Түрік империясының мұрагерлері деп аталынады. Үйге берілген тапсырма Түрік империясы көшпенділер мемлекетінің классикалық үлгісі деген тақырып. Ең алдымен оқушылармен жеке жұмыс жасау үшін EducaPlay сайтына кіреміз. Жаңа ойын деген таңдаймыз. Мұнда біз құрбақа ойынын таңдап аламыз. Бұнда сұрақтарды қойып, сұрақтардың жауаптарын да жазуға болады. Біз оны пайдаланбаймыз, біз жасанды интеллекттің өзінің көмегіне жүгінеміз. Бұл жерде біз тақырыпты толық жазбай, керісінше осы тақырыпқа кіретін мемлекеттерді жазамыз. Осылайша жазған кезде сұрақтар неғұрлым нақтылы болады. Генерацияны басамыз. Міне бізге генерация жасалынып, 10 сұрақ дайындалып берілді. Мұнда баптаулар бөліміне өтіп, баптауларын өзгертуге болады. Оның ішінде сұрақтың санын көбейтіп, азайтуға болады. Сұраққа жауап беретін уақыттың мөлшерін көбейтіп азайтуға болады. Өзге де баптауларды жасауға болады. Сол сияқты ақпарат бөлімінде біз осы туралы ақпараттарды ала аламыз, және де көру бөліміне кірген кезде біз осы өзіміздің викторинамызбен ойнап көре аламыз. Мұнда міне сұрақ: Батыс түрік қағанатының астанасы. Ары қарай осындай сұрақтар жалғастырыла береді. Батыс түрік қағанатының құлауы қай жылы болды дейді. Міне осылайша сұрақтарды жалғастырып оқушылар ойнайтын болады. Оқушыларға сұрақты беру үшін сұрақты жариялаймыз. Сұрақты жариялаған кезде ол сұрақ біздің жұмыс бөлігімізге өтті. Міне осы жерде баптаулардан біз сілтемесін көшіріп аламыз да оқушыларға беруге дайындап қоямыз. Оқушылармен жеке жұмыс аяқталынды. Бұдан кейін енді біз топтық жұмысқа көшеміз. Ол үшін Magic School сайтына енеміз. Осы сайтта біз жұмыс дәптерін дайындайтын боламыз оқушыларға арналған. Сыныпты таңдаймыз, және берілетін сұрақтарды тағы да жазып шығамыз. Неғұрлым нақтырақ жазсаңыз, соғұрлым сұрақтардың жауаптары да толығырақ болады. Түрік, батыс түрік, шығыс түрік, түркеш қағанаттары деп жаздық. Енді генерациялауды басамыз. Генерация жүріп жатыр. Көріп отырғаныңызда генерация ағылшын тілінде жүреді. Генерация біткеннен кейін көк батырманы басып, аудару дегенді басамызда қазақ тілін таңдаймыз.
Міне біздің жұмыс дәптеріміз дайын болды. Жұмыс дәптерімізді көріп алуымызға да болады. Мұнда бос орынды толтыру, көп таңдаулы сұрақтар, ашық сұрақтар, жауаптарының кілті, көп таңдаулы сұрақтар, ашық сұрақтар. Енді біз осыны көшіріп аламыз. Өзімізге қажетті Word, PDF немесе басқа да форматта дайындап аламыз бұл сұрақтарды. Енді жаңа тақырыпты түсіндіруге көшеміз. Жаңа тақырыпты түсіндіру үшін біз Gamma сайтына кіріп, жаңа тақырыпты түсіндіруге арналған презентация әзірлейміз. Презентацияның сұрағы бұнда да тақырыпты жаза салмай, сол тақырыптың құрамына кіретін мемлекеттер, тайпа одақтар туралы жазамыз. Бұнда конспектті құрастыруды басамыз. Конспекті құрастырылды. Міне өздеріңіз көріп отырғандай жалғастыру батырмасын басамыз. Тема таңдаймыз. Мұнда мына көкшіл теманы таңдайық. Генерациялауды басамыз. Генерация аяқталды. Өздеріңіз көріп отырғандай толықтай міне барлық слайдтарымыз жасалып болды. Поделиться батырмасын басамыз. Сілтемені көшіріп аламыз. Дайын болды біздің презентациямызда. Енді осы жаңа тақырыпты бекіту мақсатында тест сұрақтарын құрастырамыз. Мұнда біз QuizBot сайтын пайдаланамыз. Бұнда әртүрлі тестін құрастырудың түрлері көп. Оның ішінде біз тақырыпты беру арқылы тест құрастыруды таңдаймыз. Бұнда қанша сұрақ керек деп жазылады. 5 сұрақты таңдаймыз. Жауаптың түрлері мұнда берілген. Енді тақырып деген жерге тағы да жаңағы мемлекеттерді жазамыз. Сұрақты генерациялауды басамыз. Біз өзгертуді, тілді өзгертуді ұмытып кетіппіз. Кешіріңіздер. Мұнда қазақ тілін таңдаймыз.
генерациялауды басамыз. Жауап кілтімен бірге берілген, міне өздеріңіз көріп отырғандай сұрақтар дайын. Енді оны көшіріп алу батырмасын басып, Word форматында көшіріп аламыз. Мұнда осы Word форматында беруге де болады. Сол сияқты бөлісу батырмасын басу арқылы жаңағы бөлісуге де болады. Міне осылайша біз қысқа уақыт ішінде бір сабаққа қажетті материалдарды дайындап үлгердік. Егер де тақырып қызықты болған болатын болса, менің каналыма жазылыңыздар. Бұдан бұрынғы жасанды интеллект туралы түрлері туралы шоуларды қарауларыңызға болады. Жаңадан шыққан видеоларды көру үшін қоңырауды басатын болсаңыздар, сіздерге жаңадан шыққан видеолар туралы хабарламалар келіп тұратын болады.